Еуропалық TÜV компаниясы Қазақстанда өкілдігін ашып, Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы сауда-экономикалық қатынасты дамытуға атсалыспақ. Компания басшылары еліміздің Бельгиядағы елшісімен кездесіп, Алматыда аймақтық кеңсе ашу тетіктерін талқылады. 1872 жылы Австрияда құрылған халықаралық тәуелсіз ұйым тауарлар мен өнімге сапа сертификатын беру, техникалық бақылау жүргізу, экологиялық стандарттарды сақтау бойынша әлемдік көшбасшы. Компания Қазақстанға озық тәжірибесі мен халықаралық сапа стандарттарын енгізіп, отандық өнімнің әлемдік нарыққа кедергісіз шығуына септігін тигізбек. Сондай-ақ Қазақстанда өкілдігін ашу арқылы елдегі шахталар, өндіріс орындарындағы қауіпсіздікті күшейтіп, авто және темір жолдарды халықаралық қауіпсіздік стандартына сәйкестендіруге күш салмақ. Қазақстан өнімдерін шетелге шығару үшін осы TÜV сияқты әлем мойындаған халықаралық қауымдастықтың техникалық тұтынушылық қауіпсіздігі тексерілген жайлы сертификатын иемдену өте маңызды. Тиісінше, компания біздің нарықтағы шетелдік өндірушілер өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне қатысты техникалық бақылау жүргізетін болады. Мақсатымыз Қазақстан нарығының тартымдылығын арттыру, мұнай-газ саласында өндіріс процесін оңтайландыру, көмір қышқыл газын ауадан тұту, оның мөлшерін есептеу, сарапшыларды жалдау арқылы азаматтардың білімін жетілдіру және жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамту. Бастапқыда 10 адамды, әрі қарай 200 адамды жұмысқа алсақ деген жоспарымыз бар.